Бала және екі басты жылан. Қытай астарлы әңгімесі. Бір бала орманнан оралып, үйінде былай дейді: мен екі басты жыланды көрдім. Қасірет, саған, деп үрейлене айқайлады анасы. Қасірет саған. Екі басты жыланды көрген адам өмір бойы бақытсыз болатынын біл. Мұны естіген бала жылай бастады. Әкесі ауыр күрсінді де: бар, көрші ауылдардың тұрғындарына айт, орманға бармасын деп. Әйтпесе, олар да екі басты жыланды көріп бақытсыз болады. Екі басты жыланды енді ешкім көрмейді, деді бала көзіне жас алып. Мен оны өлтіріп тастадым ғой. Анасы тағы да жылады. Сен басқаларды қиындықтан құтқардың, бірақ өзіңді бақытсыздыққа ұшыраттың. Біздің ұлымыз үшін қорықпа, деді. Кенет әкесі көңілді. Ол екі басты жаратылысты өлтірді. Сондықтан көптеген адамдарды бақытсыздықтан құтқарды. Және өзі қиындыққа тап болған сәтінде ол қанша адамның өз бақыты үшін оған қарыздар екенін есіне алады. Сонда өзінің мұны баламызға елеусіз болып көрінетін болады. Өйткені ежелден белгілі, кімде-кім өзгеге бақыт сыйласа, ол өзі бақытты. Қытай астарлы әңгімесі. Мақсатқа жету туралы астарлы әңгіме. Бір халықтың жаңа жыл қарсаңында таудан ақ гүл терген адам бақытты болады деген белгілері болған. Бірақ бақыт гүлі өсіп тұрған тау сиқырлы болатын. Ол үнемі дірілдеп тұратын. Оның басына ешкім шыға алмайтын. Бірақ әр жаңа жылда тауға шығуға тырысқан батыл жандар болатын. Бір күні үш дос өз бақтарын сынап көрмек болды. Тауға шықпас бұрын достар бір данышпанға кіріп кеңес сұрады. 7 рет құласаң, 8 рет тұр, деп кеңес берді данышпан. Үш дос таудың әрбір жағынан көтерілмекші болып тауға кетті. 1 сағаттан кейін денесі көгерген бірінші жігіт оралды. Данышпан, қателесті, деді ол. 7 рет құладым. 8-ші рет тұрғанда таудың 4-тен 1 бөлігін ғана жүріп өткенімді көрдім. Содан кейін қайтуды шештім. Денесінің бәрі жарақаттанған. Екінші жігіт 2 сағаттан кейін келіп былай дейді: Данышпан, бізді алдады. 7 рет құладым. 8-ші рет тұрғанда таудың 3-тен 1 бөлігін ғана жүріп өткенімді көрдім. Содан кейін қайтуды шештім. Бір күннен кейін қолына ақ гүлін ұстап 3-ші жігіт келеді. Бірақ үстінде ешқандай жарақат жоқ. Немене, сен құлаған жоқсың ба, деп сұрады достары. Мен құладым, мүмкін 100 рет құладым, мүмкін одан да көп. Мен санаған жоқпын, деп жауап берді жас жігіт. Неліктен, сенде көгерген жерлер мен сызаттар жоқ, деп таң қалды достар. Тауға бармас бұрын мен құлауды үйрендім, деп күлді жас жігіт. Бұл адам құлауды емес, көтерілуді үйренді, демек ол өмірде кез келген мақсатқа жетеді, деді. Жас жігіттің жайын түсінген данышпан.